Қайырлы күн, қымбатты менің ютубтағы оқырмандарым, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге мен дәрігер Гүлжауһар Маратбекқызы. Бүгінгі мен сіздерге айтатын тақырыбым мына сальбутамол деген ингалятор жайында айтатын боламыз. Бұл ингалятор негізінен бронх демікпесі, сонымен қатар бронхит кезінде бронхтардың қабырғаларын расширять тыныс алуды жеңілдету мақсатында қолданылатын дәрі болып саналады. Бұл дәріні негізінен балаларға да ересектерге де тағайындайды. Бұны қолдану жөнінде айтатын болсақ, мынадай баклажканы ыдысы керек болады. Оның мына жағын алып тастап, екінші жағын лентамен немесе изолентамен осылайынан қаптап қоюға болады. Себебі бетке, баланың бетіне осылай жапқан кезде бетті зақымдап алмас үшін, жарақаттап алмас үшін. Одан кейін мындай сальбутамолдың өзін аласыздар ингаляторды, оны алдымен ашып тексеріп көру керек. Аузы ашылады ма, дұрыс себіледі ма, соны тексеру мақсатында былай ауаға алып, 2 рет тексеріп көруге болады. Одан кейін кішкентай баланы алып келіп, оның бетіне, немесе ересек адам кімге қолдану керек, соның бетіне осылайынан қойылады. Одан кейін ингаляторды басына апарады. Сіздерге түсінікті болу үшін көрсем, мына жақта беті тұрады, мына ингаляторды мына жерге алып келеді. Содан кейін 2 рет бас бармақпен басылады. Содан кейін мынаны қолмен жауып тұру керек болады. 20-30 секунд аралығында терең демалу керек. Сол кезде ол тыныс алу жолдарына, бронхтарға, өкпелерге бәріне барып, тыныс алуды жеңілдететін болады. Бұндай процедураны дәрігердің тағайындауы бойынша күніне 3 рет, 4 рет жасалынады. Бүгінгі айтатын ақпаратымыз осы. Сау болыңыздар, сұрақ болса төменге жазсаңыздар болады.